Баршаңызға сәлем YouTube көрермендер. Дәл қазір өте жұмсақ алмалы печенье дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен қажетті заттарымыз түгелдеп аламыз. Бізге қажетті заттар қопсытқыш, бөлме температурасында сары май, қант, алма, жұмыртқа және де ұн қажет болады. Ендеше печеньемізді бастаймыз. Заттарымызды бір шетке қойып, өздеріңізге ыңғайлы етіп қоямыз. Және де құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды саламыз. Оның үстіне қантымызды, яғни шекерімізді салып, венчикпен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Мінекей, жақсылап біркелкі болғанша араластырып алдық. Енді үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, және бір рет жақсылап біркелкі масса болғанша бұны да араластырып алатын боламыз. Басқа да рецепттерді көру үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жаңадан рецепттер шығарып отыратын боламын. Мінекей біркелкі етіп араластырып алдық. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып, бір араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Мен барлығын електен өткізіп дайындап қойғанмын. Енді жаңағы сұйықтығымыздың үстіне ұнымыздың бір бөлігін саламыз. Яғни ұнымызды екі бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден салуға болмайды. Неке жарты бөлігін салдым. Енді осыны жақсылап араластырамыз біркелкі масса болғанша. Мінекей барлығын араластырып алдық. Енді қалған ұнымызды салып, және жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша өте жұмсақ болады. Балдарға өте қатты ұнайды. Мен әрдайым жасап беремін. Балдардың ең сүйіп жейтін печеньесі. Мінекей біркелкі масса болғанша араластырып алдық. Ақырғы жағын осылай қасықпен араластырдым. Енді осының үстіне тазаланып қойған алмамызды үккіштің майда көзінен өткізіп шығарып салатын боламыз. Дәл осы тестаның үстіне өткізе береміз. Алмамызды үккіштен өткізіп болдық. Енді осыны тестамызға жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Мінекей біркелкі масса болғанша араластырып болдық. Енді бұны осы табамызға қасықтың көмегімен салатын боламыз. Өйткені бұл өте жұмсақ, сұйық болып келеді. Уайымдамаңыздар, өте жұмсақ, дәмді печенье болып шығатын болады. Бұл кезде біз пешімізді қыздырып қоямыз. 170-180 градусқа қыздырып қоямыз. Алмаларымызды дәл осы қасықтың көмегімен салып, 170-180 градуста, пештеріңіздің градусына қарай өздеріңіз қараңыздар. Шамамен 20-25 минуттай пісіріп аламыз, яғни қызарғанша пісіреміз.
Мінекей барлығын салып алдық. Біздің алмалы печеньеміз дайын. Өте жұмсақ әрі дәмді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.